достар, Қарақалпақстан телеканалында сіз күткен ауа сізге айтып жатырмын. Һәм күлкі құмар тамашагөрлерге арналған әзілкеш көрсетуі. Бүгінгі көрсетуімізде яқшы, өздеріңіз көріп аласыз. Демек әзір әзілкеш. Күтіп алың, Юморбек. Ассалаумалейкум әзіз достар, Яшьлар телеканалында, кешіресіздер, Яшьлар емес, Қарақалпақстан телеканалында инсан һәм табиғат көрсетуі. Сенбей отырсыз ба? Егер сенбей жатқан болсаңыз, демек сіз дұрыс қыласыз. Бұл әлбетте әзілкеш көрсетуі. Демек, қош келіпсіздер. Nestle Pure Life. Судың сапасы, өмір сапасы. Енді, мінекей, үлкемізде жаз маусымы. Қандай әжайып, жаз. Білесіз бе, атай тұрды жаз. Бір жазылысып, бір арқайын отыру керек, бір жаз. Бірақ енді әмі жазуды қойып, азы демалысқа шығып кеткен, студенттер, жаз, қандай әжайып. Енді жаздың жігітлерге ұнамайтын жері, әсіресе бойдағы жігітлерге ұнамайтын тарапы, жазда қызлардың бәрі қара көзәйнек тағып алады, келте юбка киіп алады, одан кейін қайсысы сұлу, қайсысы қаттыға сұлу, айыру қиын болады. Демек, біз көрсетуімізде не қыламыз? Ой, рахмет, шағалақлар керек сөйлді. Мен үйреніп қаламын. Менің балам бар, Дәулетбай деген, сол бір күн маған айтады, аға, сен сөйтіп жұмысты жақсы көре берсең, мен сені жақсы көрмей қаламын дейді. Сол гап үшін ақ ертелеу қайтатын болдық. Демек, жақында ғана 1 июнь балаларды қорғау байрамы болып өтті. Ендігі рубрикамыз бала тілі пал деп аталады. Бұл біздің ескі танысымыз. Сен 3 жастасың, Ооба. Міне мына жерде 3 деген номері бар, ол 3-ші номерлі қатынасушымыз. Илхам, қалай бүгілді? Жақсы. Илхам, маңлайға не қылды? Жығып түстім. Неден жығылды? Кішкентай темірден жығып түстім. Кішкентай темірден жығылдың, Яқшы, еш нәрсе қылмайды. Илхам, сен неден қорқасың? Бабайдан. Бабайдан? Сен нені жақсы көресің? Мама менен папамды. Олар не жұмыс істейді олар? Жұмыста ойнайды. Сен бақшада ойнайсың, олар жұмыста ойнайды, сондай ма? Ооба. Ойнаған үшін ақша ала ма олар? Ооба. Сен үлкейгенде қандай жігіт боласың? Полиция. Полиция? Жақсы. Полиция не істейді ол? Бабайларды қолға алады. Қолға алады. Жақсы, бабайлардан қорқатын бала үлкейгенде қорқпайтын болады екен да. Илхам, сұрауға, жігіттер қызларға гүл береді, Ооба. Не үшін гүл береді қызларға? Жақсы болу үшін. Жақсы болу үшін ба? Сен гүл беріп көрдің бе қызларға? Ооба. Кім жақсы көресің сен? Миконды. Миконды? Жақсы көресің, Дүканға барып көрдің бе? Ооба. Нан неше сом дүканда? 3 сом ғой. 3 сом? Айтпақшы, сен 3 деген жақсы көресің. Бақыт деген не? Бақыт деген жүрек. Бақыт деген жүрек? Жақсы екен. Өмір деген не? Өмір деген ба? Өмір деген бақыт. Азамат, бізде доспыз ғой, Ооба. Бұрыннан келдік, біз жерге, Ооба. Телевизордан шықтың ба? Ооба. Не қылды еді? Көрдің бе телевизордан өзі? Бір зат деді. Бір зат деді, жақсы ғой. Сен туған күнің қашан өзі? Ертең. Ертең туған күнмен құтылғаймыз онда. Қандай сауға берейік саған? Машин. Машин. Онда ертең үйіне барамыз. Сен кімнен қорқасың? Ешкімнен қорқпаймын. Күшті, батыр бала. Мен қуаныштымын. Дүниядағы ең күшті адам кім ол? Мен. Біз дүниядағы ең күшті адаммен көрістіміз. Чемпионсың ғой сен, Азамат, Қандай спорттың қайсы түрімен шұғылданасың? Бокс? Бокс. Бокс қане, мен бұра оласың ба бокс қылып қане, бір ұрқане? Бокс. Бол, қорқтым. Күштілсің ғой, Азамат, сен. Тойға барып көрдің бе, тойға? Ала! Тойда әме ойнай ма? Ала! Жігіт қызға не үшін гүл береді? Келіншек. Келіншек? Ала. Сен үлкейгенде үйленесің, Сен кім жақсы көресің? Кім жақсы көресің? Қызларды. Yaxshi jigit bo'lib ketdi-da.
Азамат, боксер Азамат, онда қосылсамыз, және көріскенше. Рахмет, біз естетіп өтеміз Қарақалпақстан телеканалы әзілкеш көрсетуі. Көрсетуіміз қауындары Nestle Pure Life сулары. Біз давам етеміз әзілкеш көрсетуі қауындары Nestle Pure Life сулары. Әзілкеш көрің түсін Nestle Pure Life ішін. Өлкемізде жаз маусымы, жаз, кеуілді жаз, Nestle Pure Life сен бәр болады саз. Кешіресіз, сіз не қылып жүрсіз берді? Кім шақырды сізді? Сізге не кесен детіп атыз? Сіз өзіңіздің әзілкеш, өз жұмысыңызбен, біз Nestle Pure Life бен бірге. Nestle Pure Life елімізде 15 жылдан астам өзінің сыпатылы су өнімдерін ұсынып кетірген Nestle Pure Life сулары. 150 жылдан бері жұмыс көрсетіп кетірген ең ірі компания Nestle Pure Life сулары. Рахмет, енді біз жақын жерде боламыз, егер керек болса шақырасыз. Болады. Nestle Pure Life бен бірге. Рахмет, қошемет. Біз алдын бір көрген болсаңыз, бір-екі мейманларды шақырып, соның ішінде бір ташкентлі мейман деп бір-екі рет әзілдесіп алдағанымыз бар, бірақ сол мейманның бүгін келетін уақыты болды. Бізде Ташкентте мейман келеді десе, хаммеміз тік аяққа жүріп күтеміз, сондай мен кейпиятынан бітіп тұрған шығар, сәл албыраңқырап тұрмын. Қазір себебі бүгін мейманымыз расында Ташкенттен біздің көрсетуіміз үшін арнаулы 1000 километр жол басып келіп отыр. Демек, кім деп ойлайсыздар? Өзбекстан, Қарақалпақстан республикаларында қызмет көрсеткен артист Жеңісбек Пиязов. Шапалақ қошеметтер. Жеңісбек, қош келіпсіз. Түскенсіз келер, ә? Ассалаумағалейкум. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Енді Жеңісбек Ташкенттен қоңсы ғой оператор. Дұрыс енді. Көп уақыттан бері Ташкенттен келмеген, таныстарын бір көріп сәлемдескісі келіп жатыр. Төрлетеміз, мейман. Төрлетеміз. Қош келіпсіз. Рахмет. Жеңісбек. Біз Жеңісбек Пиязов деп сол телевизордан көрсеткен уақытта Ташкент, Өзбекстан каналы, Яшьлар каналы. Біз самеміз үйдің ішімен әуес етіп қарап көріп отырамыз да бір ауылдас жігіт жақсы деп. Сіздер біздің көрсетуді көресіз бе Ташкентте? Нөкіске келген уақытында 2 күнге, 1 күнге келсем, бірақ Нөкіс Қарақалпақстан телеканалын көремен, басы жаққа алмай, сағынып келемен да көрсетулерді. Сол уақытта әзілкеш көрсетуін көргенім, ең бірінші көргенім сол өзімнің әкеммен, атаммен, анам шыққан уақытта көрдім. Енді оны көрмесең қайда, мен қайсысын көресің? Еледе сол... Оны көрмесең көресің? Бұндай көрсету расын айтатын болсам азыр. Ешқайсы жерінде жоқ. Рахмет. Өздері бір шапалақ ұрып жатыр олар. Операда бас дауыс деп айтылады. Бас деген, мен ойлаймын, Қарақалпақ тіліндегі ең басты дауыс дегеннен келіп шыққан шығар. Бас дегені әммесін басып жүре береді деген мәністе қойылған ғой енді. Негіз, расында да Қарақалпақ тілінен келіп шыққан, деген уақытта езіп басылып қалады. Бас. Көбінесе балалар жылаған уақытта десең басылып қалады дейді де сол. Жылама бала деп па? Ең ірі дауысты бас дауыс дейді. Сол еркектердің дауысынан баритон, бас, тенор болып бөлінеді. Менің дауысым қандай? Сенің даусың тенор болады да, тенор деген тенор деген бірақ мен ойлаймын тенор деген қоя қойса деген уақытта қоймаймын мен дейді тенор дауыс болады. Жеңісбек, сен айтып ірі дауыс деп отырсаң, тенор дегенім сол іріменен тең жүретін, тең ірі дегеннен келіп шыққандай, іріменен бәсекелесе алады. Енді бастан бөлінеді екен, бас баритон дейді ғой сенікі. Сонда жүрген жер бәрі тон ғой сізіңкі, зияпат, сый, бәрі тон дегеннен келіп шыққан. Бәрі тон дегеннен келіп шыққан. Бүгін көрсетуден бір тон келіп кетемен деген ниет бар, құда қараса. Сіз үйіңізде даярланған уақытлары, қоңсыларыңыз сізге арыз етпей ме? Бұндай шауқым деп. Енді азыр қоңсыларым жүдә бір мені жақсы көріп естетіғым қоңсылар. Бір сөзбен айтқанда жаңағы Ташкентте мұхлисларыңыз деп шығарды алдыңнан. Дұрыс қой, ағайынмен қоңсы тыңлайды ғой өзі. Танымайды адам тыңламайды. Үйде таярланған уақытта көбінесе қоңсылардан емес, үйде кішкентай балалардан қорқамын, оянып кетпесін деп. Сізді рас халық таниды, әуез етеді. Көпшілік ниет қылады, сол ұлым Жеңісбектей бір халыққа белгілі бір ниетсінген бір операшы болса деп. Көрген уақытта біздің қаракеңшілік ырым дейді ғой. Жеңісбек, сол менің баламның таңлайынан түфөр деп сұрағалар болды ма?
Талайынан төр деген болды. Бірінші нәубетте өзім жораларым келеді. Ол қызлар. Ол қыздарын. Жақсы, енді бір сұрау, білегі күшлі бірді жығады, білімі күшлі мыңды жығады дейді. Дауысы күшлі неше адам шығады? Дауысы күшлі залда отырғанлардың бәрін жығатын шығар деп ойлаймын. Шапалақ ұруға мәжбүр қылады да. Ооба. Жақсы, жай. Жеңісбек, енді сендегі мына талантты, мына дауысты көріп, сырт елден ұсыныстар келген дейді. Жеңісбек бірге кездесуге кел біздің елге деп. Сол рас па? Қайсы елдер шақырды сізді? Ол рас гәп. Мен оқуды бітіргеннен кейін консерваторияның Германияның Мюнхен қаласында жұмыс істедім, шартнама бойынша. Қанша уақыт істеп қайттыңыз Германияда? 2 жыл давамында барып келіп жұмыс істеп жүрдім. Көпшілік үшін Европаға барып жұмыс істеу, бірге істесу ол үлкен жетістіктер. Сіз не үшін енді кейін дауам етіп Европада қалып кетпедіңіз, қайтып келдіңіз? Европа әлбетте жұмыс істеуге, ол жақта өзіңізді жаңағы не дейді? Маулави финансовый дейді ғой. Өзіңіз тәмелеу үшін жүдә бір жақсы жер деп ойлаймын. Бірақ не дегенменен туылып өскен жеріңізге, өзіңіздің қасыңыздағы адамларға, жақындарыңызға жететіғыны жоқ. Жұмыс жүдә бір жаман болса да, жамандай болса да, әйтеуір солардың қасында жүріп, әзірлесіп жүрген бір қандай жақсы. Бәрі өзіміздің туылған жерге жетпейді, әлбетте. Өзіңіз біле отырғандай, жұрт басымыз Ташкент қаласынан бізге үлкен әтібар беріп, 3 қаналы жай берді. Оның үстіне ол жақта Құдайға мың қатлы шүкір, абыройымыз бар. Жүрген жерде әйтеуір сыйлайды, құрмет қылады. Қарабақстан келсегем, осы нелерді көріп тұрып, адам ілхамланады да, һәм жұмыс істеуге харекет басады. Ажайып. Бас деген дауыс содан шығып келген ғой. Басады. Хабарыңыздан бар шығар, 2007 жыллары Хүлман Тілемұратова деген бір жүдә бір жақсы дауысқа бір қыз қосқыш бар еді. Кейін бар ма? Сол екеуі шаңырақ құрды деп естік. Одан кейін бұл қыз неге тым-тырыс болып қалды? Қосық айтуды не? Біреуден бір адам айтса болады дедіңіз. Ол қосық айтып жүрді, көбінесе үйде айтады, айу айтады. Айу айтып айтады. Бірақ өзі айуға қосылмайтын шығарсың, сен қосылсаң енді қоңсыларынан балалар ойын мен айу айтсам аузым жұмбай айтамын. Соңын жетіп алады. Даусымды шығарсам оянып кетемін. Айтып отпан ғой, үйде мен мүлайым пішіктай болып, мощный болып, сыртқа шыққан уақытта көрсетемін өзімді. Үйде Құрлыман әзір қосықпен шұғыланып атыпты. Балаларымыз кішкене болған үшін үйде көбінесе перзент тәрбиясында менің білесіз алып жүрген затларым есіктің алдында тұрады да сумкам. Есіктің алдына қоямын, сол жерден алып кете беремін. Мен жүдә көп дүзде жүргеннен кейін, анаяққа, мынаяққа шақырғаннан кейін Құрлыман үйде көбінесе балалар. Қазан табақ қағыспайтын үй болмайды дейді біздің қаракеңшілікте. Шаңырақта сәл бақырыс болып қалса, мысалы сәл кейфият бір-біріне тура келмей қалып бақырған уақыт. Біздерде айтады ғой жаңа, бақырма маған, әкем өйтіп бақырмайтын еді деп. Саған сөйтіп айта ала ма? Бақырма маған Жеңісбек, әкем сендей бақырмайтын еді деп. Мен сөйлеген өзім бақырған есабына келеді да. Соның үшін Құрлыманам онша көп айта бермейді. Бірақ енді арасында қатты жаңа ашуланған уақытта бақырамыз ғой. Бақырғаннан маған бақырма ғана мынау десе, енді мен операшыман ғой, бақырмай не қыламан деймін да. Мен даусым тазалап жатырмын. Сенде тұрған айып жоқ, қашпай деп. Көшеде қарбыз сататылардың несіне ұстайды екен бақырып жатқан. Растан әрбір көшенің өзінің операсы бар, бұлар сүт бар, қатық бар деп бақырады. Енді бұл аял операшылар да енді қандай да. Ал ер адамдар қарбыз бар, қарбыз. Сіз қалай ойлайсыз, оның саудасының жүрсуінде сол дауыстың ахметі бар ау, сол бір сіз бір азырына қарбыз сатушылар ертең басылайды саудасын. Соған бір өрнек болып, бір операмен жағымды дауыспен бір қарбыз бар, қарбыз алыңыз. Соны бір айтып бере аласыз. Көшеге бір бала келетін еді жаңа. Қарбыз бар, қарбыз, қарбыз, қарбыз.
бұлар қарбыз алайын деп келді. Болды, шарт емес. Қарбыз сатайын деп жатқан жоқ. Жеңісбек пияз, әзілесіп жатыр. Қарбыз сатпайды, бәрін өзім алып бияққа сатып не беремін. Ақшасын беріп қояйын, қазір үйіңізге апарып тастаймыз ғой. Өзім ортада 1-2 сом пайда көріп, былай өткізіп алып сатағайын деп жатқан. Біз келген мейманларға құр жібермейміз, бір сауға береміз. Ата-анаңызға не сауға бергенбіз, естігенсіз, көрдіңіз, иә? Дайлы жиен болғаннан кейін нөкіске тез-тезден келіп тұр, нөкісте бізде дайын бар, сендей жиеннің бізден алатын бір пайы бар дегендей да, біз сауға таярланғанбыз қазір. Бізді қымбат сауған айген пакетке салып қоямыз ғой. Енді бұл сауға көп қызмет сапарымен сырт елдерге барып қаласаң, бірақ бәрі біздің Қарекеңнің дұзы тарып тұрсын, не қылды? Астыда дұз, үстіде дұз жасап тұрған жеріміздің ашшы ғой деп налымаңыз, тамған маңлай терімізден деген. Өз дұзға бай, жаңада өзің алмайтын, білгенде айтып да, дұз деп мен ішім біліп қойдым екен, көріп қойдым екен деп отырмын. Біздің Қарекеңнің дұзы тарып тұрсын, әрдайым дұзы басым болып, қыдырға шықсаң кішкентай уақытта қыдырғанда келетін киімнің қалтасына қолың сұқсаң, ярым қалта дұз болады, көз тимесін деп. Тіл көзден сақласын сізді, алға өрлей берің, ауылдың дұзы сізді тарып тұрсын. Сізге Ташкентте ауылдың дұзы тарып тұрсын, көз тимесін, қалтаға сақтаймыз. Дұз сыйлығының лауреаты Жеңісбек Пиясов. Дұз дегеннен келіп шығады, көпшілік Қарақстандан барған студент балалар көбінесе Ташкенттің суына үйренісе алмайды ғой. Қазір міне жақында балалар болатын болса, соларға беріп қоямын, себебі аз-маз болса да, мына кішкентайын. Барған уақытта өзімізден білеміз, суға аз-маз кішкентай тұз салып жетінек. Кенен аз-маз үйрендік та. Соның үшін де тұз біз үшін қадірлі, оны жүрегімізді сақлаймыз. Рахмет, әжайып. Отырамыз. Енді Жеңісбек, сондай үлкен дүниежүзілік аренада, үлкен сахналарда сізді тыңлау үшін адамдар қанша жерде жиналады. Үлкен арман шығар оларға. Біздер енді сондай имканиятқа иеміз, аулас жиеніміз өзіміздің қалегемізше дегендей әзілдесіп отырып. Енді операшы келгеннен кейін опера солист. Бір опера тыңламасақ, жаңа айттыңыз ғой, енді көбірек әзілге бейім деп бір тыңлаймыз. Енді әзілге бейім опера қандай болады? Әзілге бейім опера музыкамен болады да, қасында адамдарым болу керек дегендей. Бірақ сонда да харекет етемін. Madamina, il catalogo questo delle belle che mai padre mia, un catalogo che ha fattia. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. 100 in Francia, Turchia, 91 ma in Spagna. Van Fragesto cantatine, cameriere cittadine. 100 in Francia, Turchia, 91 ma деген жерін түсіндіңіз ба? In Испания, in Испания, son ya mille tre деген мың деген, tre деген, үш деген. 1003. Van Fragesto contadine, cameriere cittadine, van contesse baronesse, marchisani, principesse, Ivan d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età. D'ogni forma, d'ogni età. Pam. Достар, күлкі өмірді ұзайтады дейді, бірақ тек күле бермей арасында су ішуді де ұмытпау керек. Себебі бұл су тіршілік дәрегі. Nestle Pure Life бізге керегі. Nestle Pure Life'пен бірге әзілкеш көрсетуі. Әзілкеш көрсетуі біздің қауындеріміз Nestle Pure Life сулары. Nestle Pure Life компаниясы дүнияда 150 жылдан астам өнімдерін ұсынып жатырған ең ірі су істеп шығаратын компания Nestle Pure Life. Су тіршілік дәрегі, Nestle Pure Life бізге керегі. Әзілкеште дұрыс түсін, Nestle Pure Life үшін. Көріп тұрған тамаша үйлерге не дейміз, бірінші нәубетте диқанларымызға мол табыс тілейміз. Шаруаларымызға, шаруашыларымызға біздерді осындай күш қуат беріп тұрған, біздерді бағып отырған халқымызға үлкен рахмет деймін.
жұмыстарыңызда қалмай талмай жұмыс істей берің. Шаңырағыңыз тыныштық болсын, елімізде тыныштық болсын, парақатшылық болсын. Осы әйтеуір жастарымызды көріп жатырмыз. Басқа көшеге шықсам, менің жүзінде күлкі, бір көрген уақытта зейін ашылып, қуанып, әртүрлі хәзілдер қылғым келеді. Азыр енді тыныштық болмағанда біздер мәз бүйтіп, Мақсұт қойсай ондай гәптеріңді деп айтып отыратын едік. Соның үшін бәріңізге амандық тілеймін. Бүгінгі көрсетуімізді жұмақлаймыз. Көрсету мейманы Мақсет еді, Өмірбек еді. Рахмет. Рахмет, сау болыңыз. Nestle Pure Life. Судың сапасы, өмір сапасы. Кейінгі мейманымызға Құда қаласа және бір бұдан зор қонақларымызды шақырамыз. Рахмет. Онда Маған рұқсат па? екеумізге де рұқсат. Құрметті тамаша көрер, құрметті теле тамаша көрер. Ұсынымен әзілкеш көрсетуінің және бір әзілге бай бүгінгі кешіне жұмақ жасаймыз. Диққатларыңызға рахмет. Хош, сау, саламат болың. Рахмет.